Саид Ахмадтың «Көкжиек» романы. Белгілі жазушы Саид Ахмадтың «Көкжиек» романы екінші жер-жүзілік ұрыс жылдарында ауылдардағы адамдардың қаһармандық минетлері сөз етеді. Бұл ауыр күндер ескі дүзім адамдары үшін тек қана қаһармандық, патриотлық болып қана қоймастан, олар үшін үлкен сынақ болған еді. Романның қаһармандары Ферғананың шеткі бір ауылында ұрыс қиыншылықтарына іспенен жауап беріп, алыста сауашта жан-тәні менен дұшпанды жеңу үшін күресіп атырған перзентлеріне мәдет болады. Жазушы міне осы минет фронтында қаһармандық көрсеткен, барлық күш-қайратын, жүрек мехрін жеңіс жолына арнаған адамдарды қастерлейді. Олардың келешекке жарқын көкжиекке сенім менен талпынғанын мақтаныш етеді.